Ассаламуалейкум, қалайсыздар? Бүгін бізде кітап талқы. Мұхтар Әуезовтің Қилы заман повесі. Асықпай жайғасып, емін-еркін отырып алыңыздар. Менің шай сөйлейтінім бар. Сондықтан алдарыңызға шай немесе кофе әкеліп алсаңыздар да болады. Дауысым қалай жалпы естіліп тұрма сіздерге? Бұл Қилы заман повесі 1928 жылы Қызылорда қаласында жеке кітап болып басылған екен. Одан кейін қайта жарияланбаған. Одан кейін жалпы Лихая Година деген атпен Пантелеевтің аударуында 1972 жылы Новый мир журналында орыс тілінде тұңғыш рет жарияланыпты бұл повесть. Жариялануына Лениндік және мемлекеттік сыйлықтың лауреаты жазушы Шыңғыс Айтматов алғы сөз жазды дейді. Жалпы менің қолымдағы баспа қазір жазушы баспасы 1979 жылы басылып шыққан. Өте ескі кітап. Мен ескі басылымдарды, ескі кітаптарды ұнатамын өзім. Есі бөлекті. Ескі кітаптарды арнайы іздеп жүріп бір кісіден сатып алған едім, бірнеше кітаптарды. Сол кітаптардың ішінде осы Қилы заман болды. Жалпы кітапқа көшейік енді. Кітап не туралы? Бұл кітап 1916 жылғы Албан руының 1916 жылғы көтерілісі баяндалады. Жетісу жеріндегі ақпан көтерілісінің алдында болған оқиға. Ол кезде біздің елді патша үкіметі басқарған екінші Николай. Әлі СССР құрылмаған уақыт. Сол кездегі бір бітпейтін әділетсіздік қой өзі бізде. Орыстардың бізге жасаған озбырлығы сол кезден бар да, патша үкіметінен. Қай уақытта да құтылмағанбыз ғой біз таза саңмен. Бұл алғы сөзге, бұл кітапқа Шыңғыс Айтматовтың алғы сөзі бар. Шыңғыс Айтматов айтады, бұл Қилы заманды повесть емес, роман деуге келеді деген. Мен де солай ойлаймын, оқып шықтым, өте керемет ұнады маған. Соның ішінде Қарқара жәрмеңкесі туралы айтылады. Жылына бір болатын жәрмеңке екен. Барлығы сол жерге жиналып, қазақ бар, қырғыз бар, башқұрт бар деген сияқты өзге ұлт өкілдері. Сол жәрмеңкеден керегін алып, жан-жақпен байланысып, және бір үлкен мәселе, сол жәрмеңкеде екінші Николайдың 25 маусым болу керек, қателеспесем, жарлығы шығады соғысқа адам алу туралы. Соның ішінде тылға адам тарту, соғысқа қатыстырмаймыз, бірақ жаңағы окоп қазу деген сияқты жұмыстарға тартамыз деп айтады. Содан басталады ол күллі мәселе. Оған біздің халық, қазақ халқы сол кезде қарсы болады. Кітапта сол жақсы баяндалған. Соның ішінде біздің сол Жетісу жеріндегі қазақтарға басшы қылып орыстан бір ұлықты тағайындап қойған Ақжелке деген. Сол ұлық келіп осы жаңағы патшаның Николай екіншінің жарлығын оқиды. Содан кейін ұлықтың қасында жүрген біздің тілмәштер бар. Оспан және Жебірбаев деген бір екі тілмәш бар. Ол тілмәштердің енді жағымпаздығын, жәдігөйлігін ұлыққа деген, орыстың ұлығына деген керемет сурет деген сипаттаған. Ондай жәдігөйлікті Мұхтар Әуезовтің өзі ұнатпайтын сияқты меніңше. Кәдімгідей жиіркенетін сияқты да. Сипаттауы деген өте бөлек енді. Оқысаңыздар кәдімгідей тіліміздің байлығын көрсетіп тұрып, анау жәдігөйлікті, жағымпаздықты
сипаттайды да, бір от души сипаттайды да. Жаңағы ұлықтың айналасында жүреді да, ол мына жағынан бір шығып, мына жағынан бір шығып, халыққа қызық емес та, оған тек тіршілік етсе болды. Сонымен сол кезде қай уақытта да біздің қазақта батырлар болған ғой. Жәменке, Ұзақ батыр, Әубәкір, Серікбай деген сол кездің батырлары болған. Яғни тіке сөз айтатын ұлыққа, орыстың жаңағы басшыларына тағайындап қойған. Айтады. Енді мен қысқа нұсқа айтайын. Не керек, сонымен қарсылығын білдіреді. Біз бұған қарсымыз, халық болып қарсымыз біз бұған. Ешқандай әскерге, жаңағы тылға адам бермейміз. Оның үстіне сіздер біздің жерімізді тартып алып жатсыздар, ешқандай уәждерімізді тыңдамайсыңдар, жағдайымызға қарамайсыңдар, салықты жинап жатсыңдар өлтіріп дегендей мәселе. Содан не керек, осындай үлкен ашынулардың соңы көтеріліске алып барады. Олар көтерілісті қалай басады? Пулеметпен атады, кәдімгідей қырып салады қазақтарды, шыны керек. Адам атып жатырмыз, адам өлтіріп жатырмыз демейді, кәдімгідей малды атқандай атып қырып салады, және түрмеге қамайды. Сол түрмеде бір шамасы қайтыс болады, ауру бөледі, у беріп өлтіреді деген сияқтылар бар енді ішіндегі батырларын. Оны естігеннен кейін қазақ тағы көтеріледі, оларды да басып тастайды енді барынша. Сондай оқиғалармен бұл өте қызық, біздің мың өліп мың тірілген қазақ ұлтымызда біз қайсар. Сондықтан бұл кітапты бір оқып алуыңыз керек деп ойлаймын. Мұхтар Әуезовтің бұл батыл қадамы деп айтуға болады. Революция туралы жазғандығы, революцияның 1917 жылы ақпан революциясының алдындағы болған оқиғада бұл соны батыл түрде жазып шыққан. Қазағымыздың көркем тілімен, қара сөзімен бұл кісілер өз міндеттерін орындады, керемет орындады деп айтуға болады. Алаш қайраткерлері, жалпы біздің жазушыларымыз бізге көптеген мол мұра қалдырып кетті. Біздің дәстүрімізді, біздің мінезімізді, біздің сондай жағымпаз адамдардың бар болғандығын бізде, солар қаншалықты өзінің еліне опасыздық еткендерін керемет келтіріп жазып кетті да біздің тарихымызда. Дархан Әбдік беді, бір журналист кісі бар ғой, қателеспесем, сол кісі бізде әлемдік деңгейдегі азаматтық сондай үлкен проблемаларды қозғайтын роман жоқ деп. Ол енді рас болса рас шығар, ол алдағы уақытта жазылады деп ойлаймын. Ал бұл романдар, бұл повестер біздің өзімізге, қазағымызға керек дүниелер да бұл. Ал жаңағы әлемдік бестселлерге шығатын кітаптар алдағы уақытта да жазылады деген ойдамын мен. Бұл кісілерге Алла разы болсын, Алла рахмын алсын, күнәләрін кешіріп. Жалпы оқып көріңіз деп айтқым келеді, өзіме қатты ұнады. Мұхтар Әуезовтің көркем тіл деген өте керемет қой негізі. Жалпы тағы бұл кітап жөнінде не айтамын деп едім мен көбінесе микрофонға дайындықсыз келемін да, оқып біткен бойда осындай бір-екі ауыз сөз сөйлеп айтатыным бар енді. Сол кездегі жәрмеңкеде керемет сипатталады енді жәрмеңке мәселесі. Қарқара жәрмеңкесі жай сауда орны емес, отарлық жүйемен халық қарсылығы бетпе-бет келген кеңістік дейді. Көтерілісшілер мен билік арасында қақтығыстар осы өңірде, яғни жәрмеңкеде ушыға түскен. Осы жәрмеңкеде патша әкімшілігі халықты бақылап, алым-салық жарлықтарды осы жерде жариялаған. Және жетісу қазақтары, қырғыздар, ұйғырлар, орыс саудагерлері осы жәрмеңкеде жиналатын, яғни Қарқара жәрмеңкесі. Біршама айттым деп ойлаймын бұл кітап жөнінде. Жалпы негізгі идеясы кітаптың отаршылдық езгі, халықтың намысы мен еркіндікке ұмтылысы,
ел ішіндегі алауыздық пен сатқындық, қарапайым халықтың қасіреті. Оқығандарыңыз бар ма бұл кітапты? Оқығандарыңыз болса пікірге бөлісіңіздер. Каналға тіркеліп алыңыз. YouTube арнама, TikTok аккаунтыма да салатын боламын. Бұйырса бұл кітап талқына 10 минут сөйлеп тастаппын, жарайды. Осымен доғарайын. Баршаңызға амандық тілеймін. Оразаларыңыз қабыл болсын.